Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге бургер дайындайтын боламыз. Бургердің нанын да, ішіндегі котлетін де барлығын өзіміз дайындап үйренеміз. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар ұсынатын боламын. Соларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен сүтке суды құйып аламыз. Артынша шекер мен дрожжиді саламыз. Тұзды қосып салмаймыз, себебі тұз салғаннан кейін дрожжиіміз көтерілмей қалады. Апура болу үшін бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен 10-15 минутта осылай көтеріліп шығады. Ұнды өлшеп алып, ұнның үстіне осы дайындаған апурамызды құямыз. Одан кейін май саламыз. Артынша тұзды қосамыз. Бір жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырдың көтерілуі үшін бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Шамамен 1 сағатта, 1,5 сағатта көтеріліп шығады. Осы арада котлеттан дайындап аламыз. Ол үшін нанға сүт құямыз. Ыстық сүт болуы керек, нанымыз жібуі үшін. Және де етті немесе бауырды алып, осындай тұз қосамыз. Приправалар қосамыз. Бұрыш және де бір пиязды блендерде майдалап алып қосамыз. Алдын ала дайындаған нанымыз бен сүтті араластырып, осы котлеттің ішіне қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ескере кететін жағдай, егер де еттің нағыз өзінен жасайтын болсаңыздар, таза еттен жасайтын болсаңыздар, онда бұл жерге ұн қосудың қажеті жоқ. Егер де бауырдан жасайтын болсаңыздар, кішкене ұн қосып жібересіздер, себебі сұйық болғаннан кейін оның бастарының бірігуі қиын болады. Міне мен кішкене ұн қостым, одан кейін осылай форма жасап, табаға май құйып, котлетті орналастырамыз. Осылай қуырып аламыз. Екі шетінде қуырып алғанымыздан кейін бетін жауып, дымдап қоямыз. Шамамен 15-20 минуттай дымдалып тұрады. Бұл таза пісуі үшін керек. Міне котлет дайын болды. Осы арада бетіне сырды қойып ерітіп алсаңыздар да болады. Егер сырды еріткенді ұнатпайтындар болса, бөлек қосамыз. Біздің қамырымыз ашып шықты. Енді золаларға бөлуді бастаймыз. Әр бургерді 120 граммнан есептеп бөліп аламыз. Бұл идеальный салмақ болып есептеледі бургер үшін. Және де золаны ортаға қарай осылай жинап шығамыз. Барлығын ортаға жинаймыз. Соңында келесі бетіне аударып, домалақша етіп, листке орналастырамыз. Бір көтерілуге беріп, артынша жұмыртқаның сарысын жағып, үстінен күндік тебеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 20-25 минуттай кетеді. Қазір сіздерге бургерге арналған грибной соусты ұсынатын боламын. Басқа да соустың түрлерімен қолдана берсеңіздер болады. Ондай соус жасауға ерінетін болсаңыздар, қарапайым майонез бен кетчупты алып, араластырып, бірге қосып ортасына жасай берсеңіздер болады. Немесе майонез жемейтіндер болса, қаймақпен жасасаңыздар да болады. Бургердің наны пісіп шыққанша соус дайындайтын боламыз. Бұл бізде грибной соус деп аталады. Ол үшін табаға кішкене майды құйып, үстінен саңырауқұлақты саламыз. Бұл жерде свежий, яғни балғын саңырауқұлақты пайдалансаңыздар да болады, немесе осындай консерведегі саңырауқұлақтарды пайдалансаңыздар болады. Мен резинный саңырауқұлақ алдым. Және де тұз қосып, біраз қуырылған кейін үстінен сливки құйып жібереміз. Соусқа сливкиді қосқаннан кейін араластырып тұрамыз. Бұл жайлап қоюлануына септігін тигізеді. Егер араластырып тұрмайтын болсаңыздар, ол қатып қалуы мүмкін.
бетін жаппаймыз. Осылай блендермен езіп аламыз. Одан кейін майонездің үстіне дайындаған соусты массаны яғни салып, соусты толықтай дайындап шығамыз. Блендерде езіп аламыз алдын ала. Міне бургердің наны бізде пісіп шықты. Өздеріңіз байқап тұрғандай, пышный болып, яғни көтеріліп, әдемі болып піседі. Міне үстін бассаңыздар, қайтадан орнына келіп қалады. Бургерді дайындау үшін енді жинауға кірісеміз. Ортасын кесіп аламыз, толықтай кесеміз. Артынша нанға дайындаған грибной соусты жағамыз. Қабат-қабат видеода көрсетілгендей кезек-кезегімен жинауға кірісеміз. Мен айсберг капустасымен жасадым. Сіздер қалаған салатный листья немесе лолароса кез келген салат түрімен жасай берсеңіздер болады. Айсбергпен бірақ ерекше шығады. Бургердің көлеміне ыңғайлап осылай кесіп, яғни қоя берсеңіздер болады. Үстінен тағы да соус қостым. Одан кейін бір қабат сыр, оның үстінен котлет дайын болған. Оның үстінен тағы да сыр қостым және де соус. Үстінен қызанақ қойып, фиолетовый лук қойып жүрсеңіздер, яғни пияз қойып жүрсеңіздер, өте дәмді болады түседі. Егер де қаламайтын болсаңыздар, қоюдың қажеті жоқ. Үстінен осылай таяқшамен, шпажкамен қыстырып қойсаңыздар болады. Міне өте дәмді, тойымды, балалардың да, үлкендердің де көңілінен шығатын бургеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығады, шықпай қалады деп қорықпаңыздар. Наны да көтеріледі, ішіндегі заттар да дәмді болып шығады. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.